Ассаламуалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қытырлақ бауырсақтың дайындалу жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін ең әуелі ұнымызды дайындап аламыз. Өлшеп алған ұнымызды дайындап, оның үстінен 1,5 ас қасық қант салатын боламыз. Одан кейін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін қайнаған сумен қамырымызды илейтін боламыз. Қайнаған суымызды осылай бастапқы тазалығынан құйып, араластырып алатын боламыз. Сонда қамырымыз өте қатты, өте жұмсақты болмай, бір қалыпта болып иленіп шығатын болады. Әбден араластырып болғаннан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Барлық өлшемдердің астында жазба бөліміне қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Сұйық майымызды құйып болғаннан кейін тағы да біраз араластырамыз. Одан кейін барып қолымызбен қамырымызды илеп шығамыз. Қамырымызды әбден илеп болғаннан кейін қамырымызды 5-10 минутқа тындыруға қойып қоятын боламыз. Тындырған қамырымызды біраздан кейін қайта бір илеп жіберетін боламыз. Сонда елі жақсы қанатын болады қамырымыздың. Мінекей қамырымыз тынып дайын болды. Енді ұнымызды сеуіп, қамырымызды бастапқыда осылай басып аламыз қолымызбен, жаюға ыңғайлы болу үшін. Одан кейін оқтауымызбен қамырымызды бір қалыпта қылып жайып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай қамырымызды жаю барысында өте жұқа емес, өте қалыңда емес, бір қалыпта қылып жайып шығатын боламыз. Бауырсағыңыз қытырлақ болсын десеңіз, осылай қамырымызды жұқа қылып жаятын боламыз. Ал егерде бауырсағымыз жұмсақ болу үшін, онда біраз қамырымызды қалыңдау қылып жаятын боламыз. Ал егерде мен сияқты қытырлақ қылып жасайтын болсаңыздар, осындай өте жұқа емес, бір қалыпты жұқалықта жайып шығатын боламыз қамырымызды. Қамырымызды дәл видеодағыдай кесіп алғаннан кейін, одан кейін осылай кішкентай қылып қамырымыздың барлығын кесіп шығатын боламыз. Барлығын бір қалыпты көлемде барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Каналдың дамуы үшін сіздердің қолдауларыңыз маңызды. Каналға тіркеліп, видео ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Каналда түрлі рецептер бар, көріп шықсаңыздар болады. Бауырсақтың басқадай да түрі бар, солардың рецептерін көріп шықсаңыздар болады. Қамырымызды кесерден бұрын осылай екі жағын оң сеуіп алатын боламыз. Сонда қамырымыз жабыспайтын болады. Мінекей бауырсақтарымыздың барлығын кесіп алдық. Енді майымызды қыздыратын боламыз. Майымызды өте қатты қыздырмаймыз. Бір қалыпты мөлшерде майымызды қыздырып, майымыз қызғаннан кейін бауырсақтарымызды салып, осылай тоқтаусыз екі жағын араластырып тұрамыз. Осылай екі жағын аунатып араластырып тұрамыз бауырсағымызды. Одан кейін сәл сарғыштанып қызыра бергенде бауырсағымызды ала беретін боламыз. Бауырсағымыз өте тез піседі. Одан кейін осылай сүзгішпен немесе май шолпымен бауырсақтарымызды алып алатын боламыз. Мінекей осымен бауырсақтарымыз дайын болды. Енді піскен бауырсағымызды шекерге араластырамыз. Ол үшін қазанымызға суымызды құйып, және де қантымызды салып, араластыратын боламыз. Тоқтаусыз араластырамыз. Шамамен 5-6 минут кетеді. Араластырып болғаннан кейін суымыз осылай көпіршитін болады. Дәл осы көпіршіген кезде суымыз қайнай келе, осылай көпіршік болып қайнай келе, бал сияқты созылатын болады. Дәл осылай бал сияқты созылған кезде бауырсақтарымызды сала беретін боламыз. Ал енді сұйық болып созылмай тұрса, онда ол тағы біраз қайнау керек болады. Енді бауырсақтарымыздың барлығын салып, араластыратын боламыз. Астынан үстіне қарай араластырған кезде өте қатты араластырмаймыз. Осылай астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Өте қатты араластырсақ, онда бауырсағымыз сынып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай астынан үстіне қарай араластырып отыратын боламыз. Біраз араластырғаннан кейін қант осылай бетіне шығатын болады. Араластыра бергеннен кейін қант осылай әппақ болып бетіне шығады. Содан кейін барып ала беретін боламыз. Араластырған кезде отымыздың астын өте баяу ұстаймыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Бауырсағымыз тәтті әрі қытырлақ болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.